Сәлем достар, бүгін біз торт сухофруктымен жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. 200 грамм сгущенкамызға мен сгущенканың осындай түрін пайдаландым. 2 жұмыртқамызды қосып, миксермен бізді массамыз ұлғайғанша, жұмыртқамыз ерігенше бір 4-5 минут осылай араластырып аламыз. Мінеке бізді массамыз 2 есеге ұлғайып, жұмыртқамыз еріді, езілді. Енді оған ерітілген сары майымызды қосамыз. Менде сары май 72%-дық жоғары, мен сары майды қолданамын. Барлығын осылай араластырып болғаннан кейін, елекке мен бірден қопсытқышты салып жібердім. Міндетті түрде ұнды електен өткіземіз. Сол кезде біздің корждарымыз нәзік болып шығады. Барлық ұнымызды електен өткізіп болған соң, венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінеке достар, бізде осындай қоймалы жын өте әдемі масса пайда болды. Енді оған магымызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Мен тортты жасап бастағаннан кейін пешімді қыздырып бастаймын. Сол кезде қыздырылып тұрған пешке корждарды салған кезде олар тез көтеріліп әдемі болып піседі. Енді диаметрі 24 см болатын осындай формаға пергаментімізді осылай салып, корждарымызды жаятын әдемі қалыптарды жасайтын боламыз. Мінеке бізде осындай өте дөп-дөңгелек қалып шықты. Енді осы қалыпқа әр формаға, әр коржға шамамен 2,5 ас қасықтан осылай формаларды салып, жан-жағына төсеп, шамамен 180 градуста 3-4 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз піскенше кремін әзірлейміз. 33%-дық жоғары сливкемізді аламыз. Оны жақсылап бірінші қоюлатып араластырып алғаннан кейін қантымызды қосамыз. Қантымыз езіліп болғаннан кейін манағы қалған сгущенкамызды қосып араластырамыз. Одан кейін грец жаңғағы, мейіз, өріктің барлығын ұсақтап турап, осылай кремімізге саламыз. Мінеке бізде осындай 5 түрлі жұп-жұмсақ корж шықты. Енді оны кальцонның көмегімен әдемілеті барлығын ішінен крем-корж етіп кезектеп жағып шығамыз. Барлығын кезектеп әдемілеп жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қою керек. Сол кезде біздің сливкеміз қатады. Жарты сағат өтті, біздің корждарымыз сынып, сливкеміз қатып, жинақтала түсті. Енді қалған кремдермен осылай жан-жағына жағып шығамыз. Әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады, қыздар. Менде үйде осындай бисквит ұнтақтары болды. Оны мен жан-жағына жауып, осылай киви, апельсинді бетіне әсемдік үшін қойдым. Немесе сіздер бисквит ұнтақтары болмаса, кәдімгідей печеньені езіп пайдалансаңыздар болады. 1 сағатқа тоңазытқышқа қайтадан салып қоямыз. Бұл торт негізі тұрған сайын өте дәмді болады. Сол себепті қонаққа жасайтын болсаңыз, бір күн бұрын ерте жасасаңыз, сіздің торттарыңыздың корждары еріп, кәдімгідей жұп-жұмсақ болып, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қазіргі осы жылдың, яғни хит торттарының бірі. Сонымен қатар комментарияға өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер де болады. Видеода көрініп тұр, біздің бисквиттеріміз, корждарым жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.